Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kommentariyді өшіріп қойық. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, бүгін кешегі сабақты жалғастырайық. Жалпы негізі адам баласы өзі түзету, өз-өзін қателіктерін реттемесе, негізі өміріндегі көптеген проблемаларға жолығады. Енді біз кеше өмірін түзету керек, бір қандай да бір сол өз-өзін түзетумен айналысу керек дедік қой, соның маңызды мәні. Ол жалпы қысқа айтқанда, біреулер ойлауы мүмкін, оны түзетпей-ақ, онымен айналыспай-ақ адамдар жүр ғой, дұрыс па? Сонымен де біреулер үлкен азамат болып жатқан сияқты болады, бірақ ол олай емес. Негізі жалпы адам өзі ішінде не жаман, не жақсы екенін біледі. Құран-ы Кәрімде Алла тағала фәәлхамаха фуджураха ва тақуаха деген. Алла тағала адамның жүрегіне жаманды, жақсысын да беріп қойған. Қандай жаман, қандай жақсы, оны біледі. Бірақ кеше біз өткеніміздей, адам баласы негізі бұзықшылық жақсы көреді кішкентай. Бір нәрсені сөйтіп өз бұзықшылық жасайды да өз-өзін ақтай салады. Өз-өзі жанжалдасып кетеді. Мысалы, барлық нәрсеге біз андай жалқаулық танытамыз десек те бола ма? Оны басқаша түсіндірсек, адамның миы жалпы 2% құрайды салмағының, ше? Жалпы салмағының орта есеппен 2% құрай тұра, адамның 20% энергиясын жеп қояды. Ми. Кәдімгі ми жұмыс істесе бол, адам шаршап қалады, ше? Бірден ойлансаңыз, басқа қылсаңыз, или басыңызға бір ауырлық түсіп, соны зерттесеңіз болды, шаршап қалады. Сол үшін адам ми қызметін ауыр санайды өзіне. Сол ауыр санағандық үшін көп адамдар ойланбай автоматты өмір сүруді жақсы көреді. Ешнәрсе ойланбайды. Ол жақсы деп ойлайды, бірақ керісінше ол сіздің өміріңіз ғой, біреудің өмірі емес өтіп жатқан. Ол сіздің әрбір секундыңыз, минутыңыз ол өтіп жатқан. Сіздің оған жаныңыз ашмаса, біреудің оған ешқашан жаны ашымайды. Сіз өз-өзіңізді түзетпесеңіз, әрбір секундыңыз, әрбір минутыңыз өзіңіздің қалауыңызбен, өзіңіздің сүйгеніңіздей өтетінін зерттемесеңіз, соны лайықты деп ізденбесеңіз, ондай болса, ол біреуге не керегі бар? Сіздің өміріңіздің әдемі болып өтуінің. Мысалы, имам Абу Ханифа өз-өзін түзету туралы айтылғанда айтқан екен, о кісіден сондай бір әдемі көркем мінезді қайдан үйрендіңіз десе, жаман адамнан үйрендім депті. Анау адамдардың өзі жаңағы бір адамды көріп қалады, бір қылығын, оны жаман екенін жұрт жақтырмайды, немесе өзіне де ұнамай қалады ғой, мысалы. Ол не істейді? Содан сабақ алады да, енді егер мен соны жасасам, мен де сондай жаман болам дейді. Сөйтіп өзгеден сабақ алады екен да, өзінің көркем мінезіне, сондай әдемі көркем сипатқа, мінезге солай өзі жеткен екен, өзінің еңбегімен, өзінің осындай парасатымен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да осы адам өз-өзінің нәпсісін тыю туралы, өз-өзінің жаман әдеттерін тастап жақсылыққа қарай жүру туралы айтқан сөздері де бар. Одан бөлек үлкен ғалымдарымыз, бертін келе сол пайғамбарымыздың мектебін зерттеген үлкен ғалымдарымыз да дәл соны айтады. Өз-өзін зерттеумен айналысу, өз-өзін түзетумен айналысуды. Себебі неге? Біріншіден, адам өз-өзін түзетсе, өз-өзінің қате кемшілігін түзетсе, осы өмірде өмір сүру қолайласады. Өйткені адамның күні адаммен ғой, басқа адаммен сіз араласасыз. Басқа адаммен жақсы араласу үшін сіздің мінезіңіз әдем болу керек, дұрыс па? Жұрттың қолына қарамайтын, жұртқа кешірімшіл, жұмсақ сөзді, шын сөзді, ақиқатты, турашыл, әділетшіл қарасаңыз, бір жақсы мінездер ғой, дұрыс па? Осының бәрін халық жақсы көреді. Осындай адамменен сіз араласа бергіңіз келеді. Өзі жұмсақ, өзі әділ, өзі шыншыл, кешірімшіл, сондай бір адам болса, сіз онымен араласа бергіңіз келеді, дұрыс па? Дәл ендеше осы жалпы сіздің өміріңізге қолайлық. Мысалы, сіз ақша тапқыңыз келеді дейік. Ең қарапайымы. Енді дүниемен түсіндіретін болдық қой осы өмірде, амал жоқ. Жұрттың бәрінің іздеген ақша дүние. Ал енді сіз ақша табам десеңіз де, белгілі бір қасиеттерді иелеуіңіз керек екен. Арнайы бір қасиеттерге жету керексіз. Мысалы айтайық, миллионер адамның қасиеттері қандай болады? Үнемшілдік, сабырлық, бірбеткейлік, мақсат қойғыштық, жаңағыдегі
осының барлығы адамды қаражылдыққа апарады. Өйткені қаражаттағы байлыққа апарады. Себебі қазақта сөз бар, әдемі сөз бар. Қатты жерде қақ тұрар, қайратты ерде бақ тұрар дейді. Екі сөзді бекер айтпаған. Еркекте осы ер жігіт бай болам десе, осы екі қасиет болу керек дейді. Әрі қатты болу керек. Яғни қатты деген үнемшіл. Қатты жерде қақ тұрар деген, қақтың суы дегені жаңбырдың, қардың суын қақ деп айтады. Анау жер қатты болса, саз болса, соған су тұрады. Ал су тұрғаннан кейін ол су не істейді? Жан-жағына пайдалы болады. Көгертеді, жануарларға су болады. Яғни пайдалы да. Ер жігіт өзге адамға пайдалы болғысы келсе, онда сәл қатты болу керек екен. Орнымен. Сосын қайратты болу керек екен. Қайратты ерде бақ тұрар дейді. Яғни жігерлі. Алға мақсат қояды, соған жетем деп қайраттанатын, кәдімгі жігерін жинайды. Осындай бір қасиеттерге еге болу қажет. Енді біз кеше осы Құран осы туралы, өз-өзін түзету туралы не дейді деп мен іздендім. Әдейіше, өйткені осы рухани сапарға келдік. Рухани сапардың алғашқы күндер біз Мединаға барып, осы сөзді айтып едік, өз-өзімізді зерттеумен айналысайықшы, өз-өзімізді тәртіптейікші, реттейікші деп. Міне сол сабақтардың жалғасы ғой бұл. Өз-өзімізді тәртіптеумен айналысудың Құранда да айтқан ба екен? Құранда адам түзетуі керек болған нәрселер бар ма екен деп мен әдейі іздедім. Сөйтіп бүткіл Құранды 30 пара Құран ақтарғанда 8 үлкен нүктелер қойылды. Үлкен нақты нүктелер қойылды. Алла тағала 8 түрлі затпенен инсан, яғни адам деген кісінің сипатын жамандады. Яғни адамда мына бір 8 жаман қылық бар деді. Алланың өзі жақтырмағаннан кейін, яғни бұл нәрсе сенде табылмау керек дегені ғой. Негізі 8 емес қой, біз одан да көп, біз жаман мінездер, жаман нәрселер өте көп. Бірақ осы 8-ін түзетсе адам түзеледі екен да. Осы 8 нәрсе табылмау. Біз кеше сабағымызда бірінші нені айттық? Кім есінде? Ұрысқақ, таласқыш. Екіншісі әлсіз. Адам әлсіз. Яғни ыстықты да көтере алмайды, суықты да көтере алмайды, айқайды да көтере алмайды, үндемегенді де көтере алмайды. Мынандай сөз бар. Баяғыда бір үш жігіт бір ишанды, енді бір ғалым кісі екен, ғалым деп, сұмдық ғалым емес, өте тақуа кісі ғой. Соны жақтырмайды екен, неге сондай бір тақуалық қыласын деп жақтырмай, соған сөз сөйлеуге барыпты да, үйіне. Зияратқа барып отырған ғой. Сонымен келіңіздер деп қонақ қылыпты да, шай тамағын беріпті да, үндемей отыр екен. Болды, үндемей отырған ғой. Сөйтсе ана үш жігіт ары жыбырлайды, бері жыбырлайды, сөйтеді да, бір нәрсе демейсіз ба дейді ғой. Сөйтсе айтады, менің үндемегенімді жақтырмай отырсыңдар, сөйлесем не болады екен дейді. Яғни қарасаңыз, адам еш нәрсе жақпайды ғой негізі. Сөйлесе де жақпайды, үндемесе де жақпайды. Өз жақпайтын бір нәрсе болса ол сондай. Адам әлсіз. Үшінші нәрсе, адам қандай? Қандай? Жоқ. Жоқ. Кешегі ұмыт қалдыңыздар ма? Біреуін дұрыс таптық, таласқыш. Екіншісі әлсіз. Үшіншісі адасқыш, яғни бұзылғыш, бұзық. Бір нәрсе болса бұзықтыққа бейім келеді. Кәллә иннәл инсана ла ятға ар-рааху стағна дейді. Құранда айтады да, жоқ дейді. Адам баласы дейді, азып тозайды, бірден азып тозады. Яғни кәдімгі азат, жамандыққа қарай азғырылады, жолдан таяды. Қай уақытта? Ар-рааху стағна. Истиғна деген сөз бір азаттықты сезе қалса. Адам бір қандай бір еркіндікке жетті, бірден азып тозады. Мысалы айтайық, мал дүниесі көбейіп қалды ма, бұзылады. Біз оны мал дүние бұзды дейміз, бірақ оны мал дүние бұзған жоқ. Мал дүниенің ешқандай несі жоқ. Адам өзіндегі ол. Мысалы біреу бастық болып қалды. Еркіндік қой, сәл болса да еркіндік, дұрыс па? Бастық болғасын, адам жұмсайсын, қолыңыз арады дегендей. Не болады? Бұзыламыз. Сен спортқа бардың да мықты болып кеттің. Бір жігіттер барды да, анау әдейі мазақтаймыз да оны. Качкеге 3 күн барады, бүйтіп шыға келеді ғой жаңа. Ой, не білмеймін енді. Бірақ күш атасын танымас қой, ол біреуге өзінің керегіне жолыққанша ғой өзі. Бір палуанға жолығып қалса, палуан алып та шығады, шалып та шығады дейді ғой. Немесе андай әзіл бар.
палуан адам есікті өзіне қарай аша береді деген сөз бар екен. Анау есікке шаруасы жоқ қой, былай ашыла ма, ары ашыла ма, бері ашыла ма, бәрібір ғой, палуан келеді да есікті өзіне қарай аша салады да, бәрібір да ол ыңғайына қарай аша береді да. Иә, сол сияқты дүние. Енді осы бір үш қасиет бізден табылмау керек екен. Үш қасиет. Мен осы 8 жаман қасиетті айтам алдымыздағы сабақтарда. 8 жақсы қасиетті айтып кетем. Осы 8-дің көресін айтып кетем алдағы сабақта. Бүгін келіңіздер. Бүгін сол сабақтың тағы 3 қасиетті қосайықшы. Тағы да Құран-ы Кәрімде 3 жаман қасиетті бізге берді. Біреуі Исра сүресінің 100-ші аятында Алла тағала айтады. Қараңызшы, қандай керемет нұсқайшы. Егер адамда дейді, Алланың рызық несібе есіктері болса дейді, рызық несібе есіктерінің кілті болса дейді, соның егелігі болса дейді, адамдарды рызықтан тартып алар еді дейді. Құдайдың қазынасының кілтін сізге беріп қойсыншы. Қазынасының кілті. Құстардың тамағы, шәй тамақтары, балықтың, басқаның. Адам ше, негізі қазақ халқы енді данышпан ғой. Бір әдемі термеде бір керемет сөз айтады. Сәл анайлау болса да ше, семірген сайын тауықтың артқы жағы тар болар дейді. Адам да сондай да. Бұл негізі тауықты айтып атқан жоқ мысалы. Адам сондай да. Адам семірген сайын пейіл тарылады. Өз сондай да, өз оныменен күрессек қана жақсылыққа жетеді екенбіз ғой. Жалпы адами қасиет екен да осы нәрсе. Сол үшін бүгінгі бірінші айтылатын нәрсе осы ашкөздік. Біздің арылуымыз керек болған нәрсе. Құран-ы Кәрім бірнеше рет айтады оны. Ва юқа шуха нафсихи. Кімде-кім өзінің нәпсісіндегі ашкөздікті жояды, сол табысқа жетеді дейді. Өмірде табысқа жеткің келе ма? Мысалы, ақша тапқың келе ма? Миллион ашкөздікті жой. Бір керісінше сияқты көрінеді ғой, ашкөз адам ғой миллионер болатын деп ойлаймыз, жоқ. Сен қашан жүрегіңдегі ашкөздікті құртасың, сен байлыққа жетесің. Байлықтың кілті ашкөздікті құртуда тұр. Одан басқа дымда емес. Құран-ы Кәрімдегі жаңалдегі Исра сүресінің 100-ші аят бізге сабақ. Оқып көріңіз өзіңіз бөлек уақытыңызда. Исра сүресі 100-ші аят. Егер адамның қолында Алланың рызық несібесінің кілттері болса дейді, не болатынын көрер едің, адам ешкімге рызық бермей қояды. Ешкімге дәм татқызбай қояды. Бәрін қиратып тастайды. Құдайдың хикметі ғой сол үшін. Өйткені біз біреуді жек көргеннен, мысалы, өлімге де қия саламыз. Құдай сақтасын ше. Датабау бар ғой. Мен өзім көрдім мен. Қанша адам ағайынды, яғни бір атадан, бір анадан туған бауыр. Бір бомағыр өле тұғын тай үшін, көше тұғын сай үшін дейміз ғой. Бір ана қазақ бекер айтпайды ғой. Тай немесе бота бір жұттық дейді. Бірақ жұт. Атаңнан не қалса бота қалар. А бота бір жұттық. Сол үшін айтады. Бота алғанша бата ал дейді. Бота бір жұттық деп айтады. Бір жұт деген сөз, бір қарның ашша болды ғой, ботаны соясын да қоясын болды. Сонымен қалды ол. Ал біз кейде осы өзіміздің іш тарлығымыздан көп нәрседен айырылып та қаламыз. Сауаптан да айырыламыз керек болса, іш тарлығымыздан. Сол өзімізді күтіп тұрған Құдайдың несібесінен де, Құдайдың бізге жауайын деп тұрған берекетінен де айырылып қаламыз. Екінші нүкте, Алла тағала Құран-ы Кәрімде Маариш сүресінде айтады. Адам баласы жылауық болып жаратылды. Сөйтіп аудара салайықшы. Өзін аудармасын кейін көресіз. Маариш сүресі 19-ші аят. Адам баласы жасқаншақ немесе ынжық болып жаратылды дейді. Ынжық деген жақсырақ келеді ол. Егер оны жамандық ұстаса, Құдайдан бір жамандық кеп қалса, сынақ кеп қалса, жылай салады. Жақсылық кеп қалса, масаттанып шыға келеді. Дұрыс па? Тур сондай сияқты. Адамдар тіпті сөйтіп есептейді да ғой, өз-өзін байқайсыздар ма? Бұлай есептейді. Біз дейді да, мысалы, бір адам бай болып қалса айтады, менің сөзім Құдайға жеткен ғой дейді. Сонда не, кедейдің сөзі Құдайға жетпей қалды ма?
өзінің ойы ғой ол ше, бір ақмақтық ойы да жай ғана. Бір адам кішкентай атаққа, мансапқа жете қалса, ойлайды да, мен мықтымын. А бір адам ондайға жетпей қалса, Құдайдың қаһарына ұшыраған адам деп ойлайды. Мен кейде сондай адамдарды білемін да, анандай жағдай төмен адаммен дастархандас болудан қорқады екен. Қорқады кәдімгідей. Неге десең, жоқ кетеді дейді. Кедейлігі жоғады екен ананың. Ол заманда бұл заман, яғни соншалықты да. А кейбіреулер ақылды байлықпен есептейді. Сен ақылдысың ба, онда сенде ақша болу керек. Сенде ақша жоқ па, ақылды емессің. Ол қайдан шыққан нәрсе ол? Кімнің өлшемі? Қай кітапта жазылды? Өмірде қай жерде айтылған? Қандай данышпан айтқан екен бұны? Жердегі, жер бетіндегі ең атақты ғалымдардың көпшілігі дүниеден қашты. Ең атақты пайғамбарлар дүниеден теріс бұрылды. Неге? Мысалы, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сойған кезде ол кісі құрбандыққа түйе сояды екен. Түйе сояды екен де. Ал бірақ үйінде 40 күн деп қазан қайнамайтын кездер болған екен. Ол кісі үйтіп дүниенің түбін іздеген емес те, іздегенде ол кісі табар еді оның бәрін. Оған көңіл бөлген емес. Адам баласының осы біз құтылуымыз керек болған сипат ол ынжықтық, жылауықтық. Яғни осы аяттың жалғасын айтады. Осы 19-шы Маарij сүресі 19-шы аят бізге сабақ бүгін. Екінші нәрсе. Адам баласы ынжық қылып, бишара қылып жаратылды. Егер оған бір жамандық, бір сынақ келе қойса, жылай салады. Ал егер оған бір майшат, бір жақсылық төбесінен нығмет жауа қалса не болады? Мақтанып, масаттанып кетеді. Илләл сөздің жалғасын қарасаңыз, қандай керемет жалғастырады Алла тағала. Сол сүрені кішкентай біраз оқыңыз. Тек қана намазхан адамдар олай емес дейді. Ендеше сіз намаз оқисыз ба, ондай сізде ондай қасиет табылмауы керек екен. Яғни біз күресуіміз керек болған нәрселер деп отырмын. Сіз осы Құдайдың берген сынағының бәрін көтеруіңіз керек. Сізге Алла тағала мол байлық берсе де ол сынақ. Байлықты бермей қойса да ол сынақ. Сондықтан екеуін де көтере беру. Деніңіз сау қылып қойды ма? Оның өзі сынақ. Не істейді екен? Осы денсаулығын. Анау арақ, шарап, ойын күлкімен құртам екен? Жоқ, денсаулығының пайдасы барында намазын оқып, оразасын тұтам екен дейді. А біреуден денсаулығын алып қояды. Неге? Не істейді екен дейді осы. Жылап, қайғырып, бәр жақты қарғап кетем екен? Құдай, мен саған не жазып қойдым дейм екен? Жоқ, Аллахым, сен бердің, Құда қаласа шипасын да сен бересің деп үмітін үзбей маған басын ием екен дейді. Бұның барлығы сынақ. Бар болсаң да сынақ, жоқ болсаң да сынақ. Тек Құдайыңды ұмытпасаң екен. Үшінші біздің айтпақшы болған қасиетіміз ажул. Алла тағала Исра сүресінің 11-ші аятында «Ва канал инсану ажула» дейді. Адам өте асығыс адам екен ғой. Өте асығыс екен. Немесе Құранда басқа аятында айтады «Ва хулиқал инсану мин ажал». Адам асығыстан жаратылған дейді. Яғни жаратылысы асығыс қой. Бола қалса ғой. Әсіресе жастық уақытыңызды еске түсіріңізші. Енді үлкен кісілер ақыл тоқтатып қойды. Әбден білет асығыс қайқа апаратынын. Талай маңдайды ұрған шығарсыздар асығып. Сондықтан бір нәрсе болса, тоқташ, ойланайш, осы жерде асықпайш деген нәрсе келеді. Бірақ сонда да адамбыз ғой, кейде ойдан шығып кетеді. Кейде шыдай алмай. Пендеміз ғой. Бірден не қылып қалады? Билетің жүрмей қалса, осы билетті кеп тұр, не қылып самолет қонбай қойды. Бұрқыта қаласың. Ал бірақ мүмкінше сол самолет келсе, сен оған мініп қалсаң, сол ауада жанып кетсе ше, бір жері бұзылып қалса ше, сол мүмкін бір нәрсеге кешігіп атқан шығар. Мүмкін саған келе жатқан бір жақсылықты жеткізу үшін кешігіп атыр ма? Жоқ, бір жамандықты қайтару үшін кешігіп атыр ма? Қаяқтан білеміз? Біз кейде мысалы өткенде бір кісі жүр, қағбада жүр. Мен дейді, балам дейді, сұрап атырмын дейді да, Алла тағала маған бермей жатыр ғой дейді. Таңғалып қалдым. Апа сұрап атыр, сосын айым, апа енді күлдім да, бір өзіңізге әдемі айтып берем дедім. Бір шығарып алып, бір шетке, кейін бір жеке шығып айттым, апа, жасыңыз нешеде дедім. Сөйтсем енді біразға кеп қалдым дейді. Нешеде енді десем, 70-ке жақындадым дейді.
70-ке жақындап тұрып күтуді үйренбедіңіз ба дедім да. 70 жылдық өміріңіз бар артыңызда. Бүйтіп қарасаң 70 жыл тұр. Күтуді үйренбедіңіз ба? Адам ше негізі күтсе бәріне жетеді. Барлық нәрсе өзінің уақытымен ғой, байқайсыз. Намазды да Алла тағала не қылып болған? Уақыт. Уақыт, 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 уақыт. Барлық нәрсе уақыт. Көктем ол уақыт, жаз уақыт, күз уақыт, қыс уақыт. Бұның барлығы әрі жақсы, әрі жаман. Жақсылығы сол, сіздің басыңызға келген жақсылық та өтіп кетеді. Оның уақыты бар да. Бүгін байсың ба? Уақыты бар оның. Ол жамандық сондай, яғни сенің басыңа келген жамандық та өтіп кетеді. Сіздің басыңызда бір қайғы бар ма? Ауру бар ма? Күтсеңізші, өтіп кетеді ол. Өйткені, мысалы мен осы саятшылық, аңшылыққа қызығып көрдім, сол жерден алған бір дүнием да. Күте білген адам ше, өзінің керек аңын табады екен. Күте білген адам өзінің керек олжасына жетеді. Егер мысал сен тауға шығудан қиналсаң, ана таудағы әдемі жеміс, немесе таудағы әдемі жеңіс сенікі емес. Анандай бір керемет таудың шыңына шығып, хей деп айқайлайтын, кең жүректі толтыратын ол жерге де жету керек бірінші. Өйткені тағы да мен өмірде мынандай бір нәрсе алдым. Мен өзім байқамайды екенмін оған дейін. Суға түссе бала кезден жүзіп жүрміз, жүзе берем деп ойлайтынмын. Сөйтсем бір күндерен бірнеше уақыт болған суға түспегеніме, бір жағы салмақты қатты қосып жіберіппін. Теңізге бардық адамдармен. Уа, теңізге дедім, секіріп кеттім ішіне қарай. Сөйттім де апыр-топыр ұрынып атырмын. Шаршап қалам ғой, ентігіп өліп қалам. Анау адамдар зуылдап озып кетеді. Мен сермесем жүзбейді, бармайым. Ана жерге барып қайта берем. Қиналып кеттім да, өкпем өшіп қалады. Қиналдым ше, шыға берем, енді ана бір судан рахат алайын десем, рахат аламай жатырмын. Жүрегім күйіп баратыр да, тағы ше, су деген рахат қой деймін, неге жек көріп, тағы жек көріп баратырмын ана суды ше. Соменен балдарменен жанымдағы жігіттермен қызығып, арырақ кетіп қаппын сәл. Енді қайтып келейін десем күшім жоқ қой. Қайтып келейін десем күшім жоқ. Алла тағала үйретеді екен ғой сөйтіп. Күшім жоқ болғаннан кейін менде екі жол болды алдымда. Апырақтау болды. Деп ұрына берсем, не болар еді? Батасын. Болды. Басқа жол жоқ. Болмаса күту керек болды да, күшімнің келгенін. Сөйттім де суға жаттым. Өзімді қоя бердім, өйткені жүзуге шамам жоқ. Мен тек жатуға шамам бар. Жаттым ғой. Не істейді екен деп батпайым сөйтсем. Жатсам бір рахат бір уақытта ше. Шаршағаным басылды, бірақ ана жерде қимылдағым келмейді. Рахат та өйткені ше. Су өзі әкетіп барады, толқын былқ ары бері ойнатып. Содан кейін түсіндім ғой. Өмірдегі бүкіл нәрсе біздің қолымызда емес. Теңіз біздің қолымызда емес қой. Теңіз, өзен, өмір деңізші, осыны үлкен өмір. Сен сол теңіздегі бір кішкентай бір қиқымсың, ішіне түсіп кеткен. Егер апырақтасаң, қайқа барасың. Ал егер асықпай күте білсеңіз, жағаға да жетесің, керегіңе де жетесің, рахатыңды табасың. Өмірде дәл солай екен. Адам асығыстан жаратылған. Бәріміз асығамыз. Бір қызықты күтсең асығасың. Бір жамандықтың кетуін аңсасаң да асығасың. Бір жамандық кеп қалса, ойбай, осы басымнан кетпей қойды-ау деп бір асығып кетесің ше. Тезірек осы басында ауру ма, бір сынақ па кетіп қалса екен. Бірақ біз білмейміз ғой Алланың хикметін. Абай атамыздың сөзі ерекше келеді. Абай атамыз айтады: адамды сүй, Алланың хикметін сез дейді. Мін өмірдің мәні осы екен. Одан басқа өмірде қызық жоқ дейді. Алланың хикметін күте білу керек екен. Артынан күте білген бәріне жетеді. Ендеше адам баласы Құранда 8 түрлі сипатпенен Алла тарапынан ескерту алады.
сол сипаттың алтауын өттік. Жазып бір жерге түртіп қоярсыздар деп ойлаймын. Ертең сіздерден сұраймын. Және сол сипаттарды еске түсіріп, мен интернетімде тұрады, кіріп естісеңіздер де болады. Сол нәрсені сізден табыла ма жоқ па? Сол нәрсені күресуім керек екен, қалай күресем деп, соны бір мақсат қойсаңыз екен. Мен тек қана қалай күресу жолын айтып атқан жоқ, байқайсыздар ма? Тек таныстырып жатырмын. Осы 8-ін таныстырсақ, сол одан кейін осыған қарсы қандай ем қолданатынын болашақта айтып кетерміз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.